Менің бір жыл бұрынғы үстелім осындай болған. Бір ай бұрын осындай болды. Ал дәл қазір мен үстелімді жаңарттым. Қазір терезенің алдында болғандықтан жарық, күн түсіп ерекше атмосфера береді. Ең қатты ұнағаны осы шамдарды қосқанымыз. Осындай болып тұрады. Қараңдаршы, керемет атмосфера сезіледі. Өзімізге комфортты жасап алу оңай. Ол үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Көп ақшаның қажеті де жоқ. Мысалы, мына үстел маған өте қатты ұнайды, бірақ негізінен бұл ас үйге арналған үстел. Бар жоғы 8.000 теңге тұрады. Ал оқу үстелдері 20 мыңнан басталады. Бұл өте қымбат. Ал енді үстелімде не бар екенін көз жүгіртіп шығайық. Мен үшін үстел өте маңызды, себебі мен көп уақытымды осы үстелдің үстінде отырып сабақ оқумен өткіземін. Және де бұл маған ұнайтыныз. Алдымен үстелдің үсті таза болу қажет. Келесі қажет зат ол тақта. Жоспарларымды осы тақтаға жазамын. Үй тапсырмаларын қашан тапсыру керектігін осы тақта есіме салып тұрады. Лампа бұл жерде тек әдемілік үшін тұр. Келесі дәптерлер мен блокнот. Менде кітаптар жоқ, тек электронды кітаптар қолданамын. Және қағаздар, конспектілер де осы жерде тұрады. Батареясы істемейтін сағатымды осында қойып қоямын. Әлі де істете алмай жүрмін, бір күн жасаймын. Қалам салғышта ручка, конспектіге арналған маркер, тақтаға арналған маркер, өшіргіш, ұштағыш, сызғыш, сымдар, яғни проводтар, кейде наушнигімді де осында қоямын. Және де неге тұрғаны белгісіз маз бен лейкопластир. Жарайды. Ең бастыларының бірі зарядкалар, лампа қосатын тоқ. Және де ең соңғысы ноутбук. Осы менің үстелім. Мен толыққанды жұмыс жасау үшін, сабақ оқу үшін осы заттар қажет. Ал сенің үстеліңде не бар екенін комментарийға жазып кет. Мен барлығын оқып шығатын боламын. Және де видео жайлы ойларыңды жазып кет. Мен барлығын оқып жауап беруге тырысамын. Келесі видеода кездескенше сау бол.